атадан мирас болып қалған ұлан байтақ жеріміз бар. Бізде жер туралы сұрақ болмау керек. Осындай жердің үстінде отқан. Дұрыс ұйымдастырсақ, дұрыс осы мәселені жолға қойсақ. Бірақ қазір бізде сұрақ көбейді бұл мәселе жөнінде. Қалада да жер жетпейді, далада да жер жетпейді. Осындай мәселе бар. 1973 жылы шілде айында өмірге келдік. Туған жеріміз Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Петимар деген бір әдемі ауылда дүниеге келдік. Енді әркімнің өзінің туған жері Мысыр дейді ғой, сондықтан өзіміздің ауылымыз әдемі. Көп балалы отбасыда, қарапайым. Сол 7 ағайындымыз. Анамыз сол бала тәрбиесінде болды. Әкеміз ол кезде үкіметтің, сол қоғамның шаруасымен айналысты. Мен енді 96 жылы институтты бітіріп келіп, елге келіп, қарапайым маман болып еңбек жолымызды бастадық. Сол күні бүгінге дейін 27 жылдың қызмет атқарамыз. Соның 17 жылы мемлекеттік қызметте. Ол кезден менің енді Құдай берген 3 перзентім, балам болды, 2 қыз, 1 балам. Енді ортақ мәселе ғой. Мемлекеттік қызметтегі жалақының өзі енді сол кезде мен 118 мың жалақы аламын. Тапқан табысыңның 50% сол бұлай шығынға кетеді. 50% қалған табыспен 3 баланы аяқтан тұрғызу, қатардан қалдырмау, оқыту, ол бір үлкен әке үшін үлкен міндет, ойландыратын мәселеде. Өз өтінішім бойынша мемлекеттік қызметтен кеткенде кәсіппен айналысып, қалайда мен балаларымды жетістіруім керек деген сондай өзіме шешім қабылдадым. Бизнес деген не? Бизнес деген бұл тәуекел, бизнес деген арман, бизнес деген бұл күндіз түні еңбек. Күн жоқтан сол арманыңды жүзеге асыру үшін терлейсің, қабырғаңа батады, қиналасың, бірақ жолың болып жатса сол арманыңа жетесің. Сондықтан өзім ойым сол балаларды ештемеден тарттырмай бір жолға салайын деген ой болды. Бана айтқан сол арман қуып бизнесті бастадық. Сұлтан деген текті жылқы. Бұл жылқыдан қорықпау керек. Жылқы деген сен қорыққаныңды біледі. Қорықсаң, сен қорыққаныңды біліп қояды жылқы деген. Өзіңе жақсы жақындатып ұстасаң, ол сені жайлап жылқы саған үйренеді. Бұл өте бір қасиетті мал. 4 түлік қазақтың малының ішіндегі ең қасиеттісі, ең асылы жылқы. Ақылды мақұлық бұл деген. Қалада жүргенде өзінің жүретін жерін біледі, қайда бару керек екенін біледі. Қазір қалада да, далада да, ауыл шаруашылық жерінде де сондай жетпей жатқан, үйлеспей жатқан шаруалар бар. Енді өздеріңіз білесіздер, жер мәселесі болу қазақтың тарихында да алып қарасақ, қазіргі күнге де алып қарасақ, өте өзекті мәселелердің бірі. Себебі біздің экономикамызда, өңірлердегі халықтың тұрмыс тіршілігі де бұл шабындық, егістік жерлермен тікелей байланысты. Бірақ ауыл шаруашылық саласында қазір өңірлерге шықсаңыздар, ол жерде мынау жер тапшылығы, шабындық, егістік жер жетіспеушілігі ол сезіледі. Эрозияға ұшыраған жерлер бар, осы пайдаланылмай жатқан жерлер бар, заңсыз алынған жерлер бар. Осы секілді күрделі мәселелер бар. Бұл енді шығу тегіне бір ауыз тоқталып кетсек, анау 90 жылдардың ортасында халыққа пайға, жалға жерді берген тұста, халық ертең не боларын білмей тұрып, жерді керек болар деп көп адам, халықтың барлығы алды, берілді, қолын қаққан жоқ ешкім. Енді қазір оғанда ширек ғасыр уақыт өтті. Сол жерді алған адамдардың менің ойымша бір 60-70% сол мақсатты пайдаланып, ауыл шаруашылық жерін шаруасын дөңгелентті. 1998 жылы 1200 гектар егістен бастап едік. Бүгінгі күнде 5,5 гектар егіс бар. Общий былай площадь деген 7,5. Қазір деген техникада да жаңарттық, өзіңіз көріп жатсыңыз. Егінді деген уақытында шашып, жинап, үргеріп тұрмыз. Мал ұстаймыз. Мал болғаны 200 бас маточный поголовье
крупный рогатый скот дейді, осы бар. Аткорм ұстап тапсырамыз. Қазірде күні бүгін деген 79 бас аткормын ұстап жақсы бағамен тапсырып жатырмыз. Енді 20-30% сол жерлерді алдыдағы өзінің қажетіне жұмсай алған жоқ. Бірақ сол жерді тапсыруға да асыққан жоқ. Өйткені жердің салығы мемлекеттің ауыл шаруашылығы қолдауымен байланысты өте төмен болғаннан кейін ешкімге ол ауыртпалық салған жоқ. Сонымен олай сақталып келді. Енді жаңағы шаруасы жүрген адамдардың мал басы көбейді, қосымша жер алайын десе жер жоқ. Ал жаңадан буын пайда болды, жаңа адамдар өздерінің ауыл шаруашылығымен айналысайын десе тағы да жер жоқ. Бір бағылым дейді ол. Бағылымда 500 бас қой болатын болса, қазір бір ауладан 500 қой шығатын жағдайға жетті. Әрине, осындай мәселелермен байланысты жерге жайылым жетпейді, шабындық жетпейді. Енді өздеріңіз білесіздер, аймақтарды араласаңыздар, ауылдарға, аймақтарды, өңірлерді араласаңыздар, кейбір азаматтар өзінің малын жаятын жер таппай отыр. Шөп шабатын жер таппай отыр. Немесе егістік жер таппай отыр. Неге? Себебі сол ауылдың маңындағы жерлердің көбісі жеке меншікке кезінде өтіп кеткен. Оның ішінде заңсызы бар, басқасы бар, және пайдаланбай жатқан жерлер бар. Оның барлығы да ауыл экономикасының дамуына, әлеуметтік жағдайын, ауыл тұрғындарының әлеуметтік жағдайының көтерілуіне белгілі бір кедергісін тигізіп отырған жағдай бар. Босап жатқан жер тіпті біз прямо қаланың қасындамыз. Ито көп. Кісілер деген сол жерді неге ұстайды? Сонымен Аманат партиясы республикада, облыста, барлық ауданның орталықтарында осындай жер аманат комиссиясы құрылды. Осы мақсатта 2022 жылы маусым айында Аманат партиясының жанынан жер аманаты комиссиясы құрылды. Ол республикалық комиссия болды, және 20 өңір бойынша, республикамыз бойынша 20 жергілікті комиссиялар құрылды. Бұл жобаның негізгі мақсаты мынау жерді алып пайдаланбай жатқан азаматтар бар, жерді алып немесе заңсыз алған азаматтар бар. Солардың барлығын мынау әлеуметтік әділеттілік негізінде заңсыз алынған және пайдаланбай жатқан жерлерді мемлекеттің қарамағына қайтару процесі басталды. Осы комиссияға осы мәселені көтеріп жүрген елдің белсенді азаматтар бар ғой. Сол азаматтардың бүкіл потенциалын, күшін, жігерін, соң басын бәрін біріктірді. Соның нәтижесінде 22-23-те қыруар жұмыстар атқардық біздің өңір бойынша Аманат партиясының қолдауымен. 22-ші жылы 167 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарды. Оған сол комиссия құрылғанда осы шаруамен айналысып жүрген белсенді, білікті жігіттер осы жұмысқа тартылды. Осындай нәтиже болды. 23-ші жылда қазір 58 мың гектар жер қайтарылып отыр. Қай ауылға барсаң да осы проблема алдымыздан шығады. Сондықтан ауыл маңындағы жерлерді жаппай біз қайтаруға тиіспіз. Халық сол жерлердің қайтарылып жатқанына көз жеткізілуі керек. Олар оны сезіну керек. Әрбір ауылдың адамдары қайтарылған жерлердің интерактивті картасын, оны енді қоғам соны көргісі келіп отыр. Жаңа біз 6,5 мың ауыл бар дедік, біз барлығын сквозной көріп отыруымыз керек. Соның нәтижесінде мынау 2022 жылдың өзінде 5 миллион гектардан астам жер мемлекеттің меншігіне қайтарылды. Ал 2023 жылы ол 3 миллион астам гектар жер мемлекеттің меншігіне қайтарылды. Жыл соңына дейін, 2023 жылдың соңына дейін 1,5 миллион гектар жер тағы да қайтарылады деп жоспарланып отыр. Енді осының негізгі мақсаты осы пайдаланбай жатқан жерлер, заңсыз салынған жерлерді сол ауыл халқына, сол жергілікті жердегі жұмыс істеймін деген азаматтарға қайтарып беру. Осының негізінде қазіргі таңда 1 миллионнан астам гектар жер сол ауыл тұрғындарына, жергілікті халыққа қайтарылып беріліп жатыр. Бұл процесс әрмен қарай жалғаса береді. Негізгі мақсаты да осы ауыл шаруашылығы жерлерін, егістік жері бар, жайылым жері бар, соларды экономикалық айналымға түсіру. Жергілікті халық сол жерде малын бақса да, шөбін шапса да, егістігін ексе де, одан бір пайдалану керек және экономикалық айналымға түсіру керек. Ол таки деген жарысын егет, жарысын екпейді, кейбіреу совсем екпейді. Солай қалайды. Мен деген 1 грамм 1 гектар жер деген бос тұрған жоқ. Мен айтып тұрмын ғой, банадан бері, мен техника бар, бәрі бар. Күні бүгін деген уборканы полностью бітірдік біздер. Қазір жерді жытып жатырмын. Уже 1000 гектардың үстінде жер жытып жатырмын.
Енді қазір өздеріңіз білесіздер, Аманат партиясы белсенді жұмыс істеп келе жатыр. Ол жергілікті әкімшіліктерменен, ауыл шаруашылығы министрлігіменен және сонымен қатар мынау аэроғарыш министрлігі бар бізде. Сол министрлікпен бірге жұмыс істейді. Қазіргі кезде жер карта деген арнайы онлайн карта енгізілген. Сол жерде қаншама игерілмей жатқан жер бар, қаншасы мемлекетке қайтарылып алынды, қанша жер ол халыққа қайтадан қайтарылып беріп жатыр, соны анықтап көруге болады. Осы секілді жүйелі түрде жұмыс істеп отырған бағыттар бар. Одан бөлек Аманат партиясының мысалға қоғамдық қабылдау орталықтары бар. Сол жерде осы 2 жылдың көлемінде осы жер мәселесіне қатысты, жер дауына қатысты көптеген шағымдар келіп түсті. 3000-ға жуық шағым келіп түсті республика бойынша. Соның 80%-ға жуығы бүгінгі таңда қарастырылып, әкімшілікпен, ауыл шаруашылығы министрлігімен тікелей жұмыс істеп отырып, олардың 80%-ғы оң шешілді деп айтуға болады. Осы бағытта қазір үкіметпен де, Аманат партиясымен бірге де жұмыстар атқарылып жатыр. Ол комиссияның құрамында сол жергілікті белсенділер де бар, парламент мәжілісінің депутаттары бар, осы елге танымал азаматтар да бар, министрлік өкілдері бар. Солармен бірге жұмыс істеп отырып, осындай шаралар қазіргі кезде атқарылып жатыр. Ауылдар дамытамыз дейміз, бірақ ауылды дамыту үшін сол ауылда тұратын халықтың тікелей жұмыс істейтін, табыс табатын көзі болу керек. Ауыл табыс табатын көзі бізде басым бөлігі қай саладан? Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, жайылымдық жер, шабындық жер, егістік жер. Осы секілді жерлерді халықтың өзіне қайтарып беретін болсақ, ол белгілі бір деңгейде еліміздің әлеуметтік тұрмысын көтеруіне әкеледі. Қазір халқымыздың басым бөлігі белсенді, жұмыс істегісі келеді, кәсібін ашқысы келеді, дамытқысы келеді, сол жерді игергісі келеді. Осындай жағдайда біз халқымызға сол жерді қайтарып, экономикалық айналымға түсіруіміз керек деп есептеймін. Бұл жұмыстар әлі де жалғасады, енді қиыншылықтар бар. Ол қиыншылықтарды біз үкіметке қағазға түсіріп, парламентке жолдап жатырмыз. Жерді қайтаруға да байланысты өзінің проблемалары бар. Бірақ енді осы жұмысты жалғастыруымыз керек.